Баршаларыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен осындай пеште пісетін ерекше дәмді тауық етінен жасалатын кешкі астың рецептісімен бөлісемін. Видеоны жалғастырмас бұрын менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Мен айдың соңына дейін өзіме 1000 подписчик жинаймын деп уәде бердім. Сол мақсатыма, арманыма жетуге көмектессеңіздер, сіздерге риза болар едім. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады, әрі уақытты да көп талап етпейді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, отбасыларыңызды, туған туысқандарыңызды қуантыңыздар. Ең әуелі картошкаларымызды алып, жіңішке етіп турап аламыз. Картошкамыздың барлығын турап алдық. Енді өз қалауларыңыз бойынша дәміне қарай кез келген дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Және де 3 қасық сұйық май қосып араластырып аламыз. Араластырып алдық. Енді осы табамызға пергаментімізді төсеп, осы араласқан картошкаларымызды жайғастырып шығамыз. Енді тауық етіне көшеміз. Үйіңізде бар кез келген тауық етін алып, табамызға салып аламыз. Бұған да өз қалауларыңыз бойынша 3 қасық май, сұйық май және кез келген өздеріңіз ұнатқан дәмдеуіштерді қоса берсеңіздер болады. Және мұндағы ең маңызды нәрсе, базилик қоссаңыздар өте керемет болып шығады дәмі. Осы енді араласқан тауықтарымызды картошкамыздың бетіне жайғастырып аламыз. Енді осыны қызып тұрған, 200 градуста қызып тұрған пешімізге салып 35 минут пісіріп аламыз.
Енді соусына кірісеміз. Ол үшін пиязымызды алып, жақсылап турап аламыз. Шампиньондарымызды алып тураймыз. Енді осыларды табамызды қыздырып, май құйып, бір-бірлеп қуырып аламыз. Пиязымыздың түсі қызғылт сары болып қуырылғаннан кейін үстіне саңырауқұлақтарымызды қосып қуырып аламыз. Дәміне қарай тұзымызды сеуіп, толық піскенше қуырып аламыз. Піскеннен кейін газымыздың астын өшіріп, кілегей немесе қаймақ құйып, бетін жауып қойып қоямыз. Пеште пісіп шыққан тауық етінің үстіне жаңағы соусымызды құятын боламыз. Енді осымыздың үстіне үккіштен өткен сырымызды алып, сеуіп шығамыз. Енді осыны қызып тұрған пеште тағы 5 минут пісіріп аламыз.
міне осымен кешкі асымыз дайын. Өте дәмді, тойымды, ерекше болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздің отбасы мүшелеріңізге ұнайды деген сенімдемін. Және де менің каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.